Мысырда әлемнің екі кереметі бар. Бірі Мысыр пирамидалары, екіншісі Мұхаммед Салах деп әлемдік басылымдар жаза бастады. Чемпиондар лигасының жартылай финалындағы алғашқы екі допты өзінің бұрынғы төркіні Романың қақпасына ойсырата салып, бірақ салғанына қуанудың орнына мұсылмандық көркем мінез танытқан, әр салған добына шүкіршілік етіп, жерге сәжде жасаған Мұхаммед Салахтың адамгершілігі де, адалдығы мен спортшыға тән ерекшелігі де көзге ұрып тұр. Сіздер үшін таңғажайып тауарлар мен ең тиімді бағалар. Мұның бәрі Joom қосымшасында. Өз телефоныңызға жүктеп алыңыз. Сілтеме төменде. Мұхаммед Салах 1992 жылы Мысырда дүниеге келген. Дәл қазіргі уақытта Ливерпуль клубының сұрмергені әрі ең мықты ойыншысы. Мұхаммед Салах ең алғаш рет футбол туралы түсінікті 8 жасында қалыптастырады. Үйіндегі ескі теледидардан көріп өскен бала үшін футбол өміріне айналды десек те болады. Мұхаммед Салах үшін ең қымбат ойыншы Зидан, Роналдо және Тотти. Pepsi компаниясы ұйымдастырған мектепаралық жарыс кезінде Салах көзге түсіп, үлкен футболға жолдама алады. Ол кезде 14 жаста болады. 18 жасында мысырлық Әл-Макаулон клубында өнер көрсетіп, 2 сезон ішінде 11 гол соғып, үздіктер қатарынан көріне бастады. 2012 жылы Африкада өтетін әлем чемпионаты алдындағы жолдастық кездесу кезінде мысырлық клубта ойын көрсетіп, Базельді 4-3 есебімен жеңді. Бұл ойында алаңға шыққан Мұхаммед Салах 2 гол соғып, көзге түседі. Бірнеше күн өткен соң трансферлік келісім шарттың құжаттары ойыншының алдында жатты. Базельге ауысқаны жайлы Мұхаммед Салах өзі былай дейді: "Мен Мысырда өстім. Мысырды 5 саусағындай білемін. Ал басқа елге бару мен үшін үлкен соққы болды. Себебі ағылшын тілін де жақсы білмейтін едім. Тіпті қарапайым тамақты да сатып алуға тілім жетпеді." Базельмен бірге жеңіске жетіп, Швейцарияның ең үздік жас ойыншысын атағында қанжығасына байлап үлгерді. Өкінішке орай, гала-концерт кезінде жүргізуші қыздың бетін сүйгені үшін мұсылман елдерінің, әсіресе Мысырдың барлық бақ өкілдері Салахқа қарсы пікір жазуды бастап кетті. 2014 жылы Мұхаммед Салах Челси сапында. Жозе Мауриньо Мұхаммед Салахтың өте керемет әрі жылдам ойыншы екенін алға тартады. Сонымен қатар оның бәсекелеспейтіні туралы, бәсекелесуге көңілі тартпайтынын да айтып таң қалады. Мұхаммед Салахты Италияның Феррантина клубына жалға береді. Осы клубта жүріп, ойыншының жұлдызы жанды деуге де болады. Сол кездегі бас бапкер Монтеллоның ерлігі Салах үшін ойын тактикасын 4-3-3-ге ауыстыруы еді. Осыдан кейін Мұхаммед Салахтың ойыны жүріп, 16 ойын қатарынан гол соғып, жанкүйерлердің қолдауына ие болды. Ең қызығы, сол кезде Мұхаммед Салахтың атымен пицца да шығарыла бастады. Челсиден Ромаға 15 миллион еуроға ауысты. Рома сапында 2 сезонда 34 гол соғып, Ливерпульдің көзіне түсті. Ромадан Ливерпульға 42 миллион еуроға ауысты. Африкадағы ең үздік ойыншы 2017 атағын да алды. Біздің каналдан ең қызықты видеолар топтамасын көре аласыздар. Каналға тіркеліп, лайк басыңыздар. Видеоның соңында өз достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Мұхаммед Салах Конгомен болған ойында 2 бірдей гол салып, Мысырды әлем чемпионатына қатысуға жолдама алып берді. Бұл жеңістің құны 28 жылдан кейін келгендіктен оның орны бөлек. Мұхаммед Салахтың адамдығы туралы. Конгомен болған ойын кезінде Мұхаммед Салахтың үйін ұрылар тонап кетеді. Әкесі сотқа жүгінгенімен Мұхаммед Салах бас тартып, керісінше ұрыларға ақша беріп, олардың жұмыс табуына көмектескен. Мысырлық кәсіпкер Аббас Мұхаммед Салахқа рахмет және құрмет ретінде алып сарай үйді сыйға тартады. Ал Салах болса, одан бас тартып, ақшаны өзінің ауылын көркейту үшін жұмсауға шақырады. Қазірдің өзінде Салах өз ауылына футбол алаңын салып жатыр. Мысырда жаңадан отау құрған жас отбасыларға той жасау үшін олардың есепшотына ақша аударып отырады. Жеке жедел көлігін де сатып алып ауруханаға береді. Мұхаммед Салахтың ең үлкен ерлігі ел бюджетіне өте қомақты ақша аударып, елдің ұлттық қорын сақтап қалуы еді. Ал жалпы мұсылман әлемінде 2 бірдей Мұхаммед есімімен мақтана аламыз. Бірі Мұхаммед Али, екіншісі Мұхаммед Салах. Биылғы алтын доп Мұхаммед Салах алса, жарасы бақтыр екен. Спорт күреске толы майдан. Дегенмен сол майдан ішінде көзге тек ойыншы ретінде емес, адам ретінде де түсіп, жанкүйерлер арасынан қолдау тауып жатса, ол туралы эмоцияға беріліп айтуға да болатын шығар.
Мұхаммед Салах 2013 жылы 17 желтоқсанда Маги есімді қызға үйленіп, 2014 жылы Лондон қаласында Мекке есімді қыздары дүниеге келді. Салах АПЛ тарихында ең үздік бомбардир атанды 2017-2018 маусымында. Ал Алан Ширер, Криштиану Роналду, Луис Суарес оған дейін 31 гол соққан еді. Салах Нагриб деген ауылда туып, доп сатып алатын ақшасы болмаған соң, шұлықтарды бір-біріне тығып, оны домалақ скотчпен орап, доп ретінде ойнаған. 14 жасында Араб Контракторс деген клубтың назарына ілігіп, алғашқы келісім шартын жасайды. Үйінен клубтың жаттығу алаңына бару үшін күніне 3 автобусқа мініп, онымен кемінде 4 сағат жол жүретін болған. 19 жасында алғашқы рет ұлттық құрамаға шақырту алады. Египет құрамасы мен Базель клубының арасындағы ойын жолдастық кездесуде көзге түсіп, кейін Базель клубының басшылығы оны өздеріне сатып алады. Сол кезден бастап оның жұлдызы жана бастайды. Базель, Челси, Фиорентина, Рома және Ливерпуль. Мұхаммед Салах Базун деген ауылдағы ауруханаға құрал жабдықтар, жедел жәрдем машинасын сатып алып және бөлме құрылысына ақша береді. Әрине бұл оның жақсылықтарының барлығы емес. Ол тағы 120 отбасыға ай сайын ақша беріп отырады. Атақты деген бір бағдарламаның жүргізушісі Мұхаммед Салах туралы былай жазады. Ол 90 миллион халыққа сенім ұялатады. Бізде күн сайын террористік шабуылдар болып тұрады. Ал Мұхаммед Салах болса, халықтың көңіліне жылу мен үміт сыйлайтын жалғыз адам. Сіздер үшін таңғажайып тауарлар мен ең тиімді бағалар. Мұның бәрі Joom қосымшасында. Өз телефоныңызға жүктеп алыңыз. Сілтеме төменде.